қазақтың баласы келе алмай ма? Кім үшін салынып жатыр ол жайлы мектеп? 2,5 мың балаға арналған мектеп аралас мектеп болып ашылудың еш мұқтажы жоқ. Әу баста Бостандық ауданында қазақ мектеп жоқ екенін дәлелдеп, қаладан ақша шығарылған ол мектепте. Енді ашылатын кезде не болып қалды? Не болып қалды? Дархан барып сұрайық деген үшін 15 сутқа қамалады. Дарханның 2 қызы 1-ші сыныпқа әкесіз барады да, ал мына Мамбеті, қазақ мұғалімдері 2 слова сказать не могут. Олар дұрыс білім бере алмайды, олар отсталый дегендерге шараны кім қашан қолданады? Мен балаларымның бетіне қарай алмай қалдым, мынау бір сұмдық болды. Сонда біз қай елінде тұрып жатырмыз, не істеп жатырмыз біз? Ал жарайды, Мұхтар Ильясович мектептің санын білмей қалсын. Сонда осыншама елдің қабырғасын қайыстырған проблемаға сіздер сонда документін алып та қарамадыңыздар ма? Онда не алып отырсыздар бұл жерде? Айтыңыздаршы. Не деп отырсыздар? Сіздер уставын алып қарау керек еді ғой. Алдында ана мектептің шырылдап сол мектепті араластырып ашатын